Түркиядағы қандастарымыздың балалары алғаш рет атамекенін көріп, Ақмола облысы Щучье ауданындағы Балдәурен республикалық оқу сауықтыру орталығында демалды. Стамбул қаласындағы Зейтинбурн ауданында тұратын 15 баланың Балдәурен лагерінде тегін демалуын Қазақстанның Түркиядағы елшілігі ұйымдастырған. Лагердегі демалыс маусымының аяқталуынан тілшіміз Меруерт Болмаханованың репортажы. Елшіліктен Қазақстанға саяхат болады дегенді естіген күннен бастап тұтастай ауыл болып қуандық дейді Рабия Олжай. Балдәуренде демалған 17 күннің ішінде Рабия қазақша қысылмай сөйлей бастағанын айтады. Болашақта дәрігер болуды армандайды. Ол жоғары білімді Қазақстанда алғысы келеді. Bizim отбасыда 6 адам бар. Мен 6 адамдан бірінші рет Қазақстанға келдім, Балдәуренге келдім. Астанада Байтерек деген күшті жерлер бар. Оны жерге көрдік. Ona hocam katta unadı. Kazakça köp söyleyemeydim. Düşünetmedim. Söyleyemedim. Ona hocaya geldim. Söyledim bari dostlarımla. Söyledim. Kazakçam şimdi kuştu. Қазақстан туралы көп мағлұмат алуға асықтық дейді балалар. Осы уақытын олар көбінесе кітапханада өткізіп, Қазақстан туралы жазылған түрлі басылымдар мен кітаптарды оқуға арнаған. Балдәурен орталығы түркиялық балаларды Астанаға апарып, саяхат ұйымдастырыпты. Демалыс орнында бұған дейін Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Франция, Венгрия мемлекеттерінен 161 қандасымыз келіп демалған. Бұл балаларға, яғни 15 күн ішінде түрлі танымдық сайыстар өткізілді. Ауысым барысында ол балалармен қызықты зияткерлік ойындар өткізілді. Бұл зияткерлік ойындар барысында өздерінің қазақ ата-бабаларының жері туралы, тарихы туралы, салт дәстүрі туралы олар үшін көптеген танымдық нәрсе берілді деп ойлаймын. Жүрегімізді толқынып кетіп барамыз. Балаларымыз үшірді, жақсы достықтар құрды. Олар мені кеше түнде кеткен көріп балалар болды кешеден бері. Олар кеткенде жылап, бұлар қоштасып, суретке түсіп, енді балалар мені бір-біріне қарым-қатынасы өте оңай ғой. Facebook дейтін, Twitter дейтін адрес беріп, бір-бірлеріне имейлдерін беріп, өте бір не болып балаларымыз толқынып кетіп барады. Түркиялық балалар бұдан былай атамекеніне жиі келіп, ана тілін жетік меңгеруге тырысатындарын айтады. Оларды шығарып салуға орай Балдәуренде арнайы концерт ұйымдастырылды. Балалар ертең жолға шығады. Ата-анамыз сағындық, бірақ Қазақстанды да қимай кетіп барамыз дейді қандастарымыз. Меруерт Болмаханова, Евгений Шинкаренко, Хабар, Ақмола облысынан. Назар қоттың тағандарыңызға рахмет. Қорытынды жаңалықтарды сағат 20:00-де көре аласыздар.